Қайырлы күн балалар. Қазақ тілі пәнінің келесі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз дала гүлдері деп аталады. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Сіздер бүгін бұл сабақта қарапайым постер, құттықтау, нұсқаулық құрастырып үйренетін боласыздар. Және у дыбысының қай кезде дауысты, қай кезде дауыссыз болатынын тағы да пысықтайтын боласыздар. Сонымен сіздер бүгін қызыл телпек ойын ойнайсыздар. Сіздер бүгін қызыл телпектің себетіне қызыл, көк гүлдер жинап, оны қызыл телпекке сыйлайтын боласыздар. Сонымен бірінші тапсырма. Дала гүлдері. Ертегіні мұқият тыңдаңыздар. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақбақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын, деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді, өйткені менің екі бас киімім бар. Біріншісі гүлдей жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақбақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі: таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақбақ таласпайтын болыпты. Балалар, ертегі қызықты ма? Осы мәтінде у дыбысы бар сөздер бар ма екен? Байқадыңыздар ма? Қай сөздерде у дыбысын көріп тұрсыздар? Және ол сөздегі у дыбысы дауысты болып тұр ма? Жоқ, дауыссыз болып тұр ма? Сіздер у дыбысы бар сөздерді жазыңыздар. Және егер дауысты болып тұрған сөзді қызылмен, дауыссыз болып тұрған у дыбысы бар, дауыссыз болып тұрған сөзді көк қарындашпен сызып қойыңыздар. Қараңыздар, бізде қазақта гүлмен аттас қыздардың есімі өте көп. Қазір сіздер 19 жаттығуда гүлден басталатын, немесе гүлмен аяқталатын, немесе гүлдің атауымен аталған қыздардың есімдерін тауып жазып көріңіздер. Сосын сол екі қыздың атымен сөйлем құрастырып жазып көріңіздер. Мысалы, гүлден, гүлназ, гүлзина, гүлдер, раушан деген қыздардың аттары бар. Сосын 20-ші жаттығуда мына сөздерді буынға бөліп оқып көріңіздер. Улы, уылдырық, умаждау, уыз. Улы деген сөзде у дыбысы дауысты. Өйткені сөздің басында тұр және дауыссыздың алдында тұр. Ал уылдырық деген сөзде у дыбысы дауыссыз. Өйткені деген дауысты дыбыстың алдында тұр. Умаждау деген сөзде дауысты. Өйткені бірінші тұрғанымен деген дауыссыздың алдында тұр. Уыз деген сөзде у дыбысы дауыссыз болады. Себебі деген дауысты дыбыстың алдында тұр. Көріңіздер ме, у дыбысы бірінші тұрса ол дауысты болады деген ой ол бізге сәйкес келіп тұрған жоқ. Себебі у дыбысы бірінші тұрса да бірде дауысты, бірде дауыссыз болып өзгереді екен. Мына адасқан әріптердің арасында бір сөз жасырынған. Сол сөзді тауып комментарийге жазып қалдырыңыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Енді 18-ші жаттығуда бүгінгі алған білімімізді жинақта отырып орындап көрейік. Өлеңді көшіріп жазыңыздар, сосын у дыбысы бар сөздердің астын сызыңыздар. Сосын раушан мен жауқазын деген екі гүлді салыстырып көріңіздер. Бұл екі гүл қандай сипаттап жазып қалдырыңыздар. Сонымен сіздер бір-біріңізге бүгін достарыңызға қоңырау шалып, бір сөз айтыңыздар. У дыбысы бар сөз айтыңыздар. Ал досыңыз сізге ол у дыбысының сол сөзде дауысты ма екен, дауыссыз ба екен, біледі ме екен сұрап көріңіздер. Сосын маған кері байланыс жасаңыздар. Мен қуанып қалатын болам. Мінекей балалар, раушан мен жауқазынның суретін қойып қойдым. Салыстырып, екеуі де қандай, иісі қандай, бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Құттықтау хат немесе нұсқаулық жазып
бір-бірлеріңізге жолдап жіберіңіздер. Сонымен сіздерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.